Бүгінгі біз сіздермен өтетін тақырыбымыз септік. Жалпы қазақ тіліндегі ең оңай және де ең жиі кездесетін септіктер, осы сабақ көп кездеседі, талдау барысында өмірде де көп кездеседі. Жалпы септік деген не деген сұраққа жауап берейік. Алдымен мына жерде анықтамасы бар, бірге оқиық, сонда есімізде қалады. Септік сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстырып, олардың арасындағы синтаксистік қатынастарды көрсетіп, өзі жалғанған сөзге заттық ұғымға қатысты грамматикалық мағына үстейтін қосымша. Жалпы бұл қосымшаның түрі, яғни бұл жалғау, септік жалғаулар деп айтамыз, Жалпы бұл септіктің қызметі сөйлемдегі сөздердің бір-бірімен байланыстыру ғана. Жаңа сөз тудырмайды, тек байланыстырады. Септіктің қызметі сол. Жалпы септіктердің біз қазақ тілінде қанша түрі бар екенін білеміз. 7 септік бар. Міне мұнда аттары және де сұрақтары және мысал келтірілген. Осы кесте бойынша түсіндіретін боламын. Атау септік. Жалпы кім не деген сұрақтарға жауап береді? Бұл басқа септіктерден өзгешелігі атау септіктің жұрнақтары жоқ, жалғаулары жоқ. Түсінесіздер, яғни қосымша жалғанбайды, қалай бар, солай. Кім не деген сұраққа жауап береді? Бала, қолым дейді. Не болмаса бала, қол деген сияқты қойсақ та болады. Ешқандай қосымшасыз, яғни бұның ешқандай жалғауы жоқ сөз. Яғни септіктердің ерекше бір түрі деген сұраққа жауап береді, ол атау септік. Ал қалған 6 септікте жалғаулар бар. Мысалы, ілік септік кімнің, ненің деген сұраққа жауап береді. Мысалы, баламның, қолымның. Яғни нің деген жалғаулар жалғанса, дың, тің деген жалғаулар жалғанса, значит ол ілік септік болады. Барыс септік. Барыс септік кімге, неге деген сұрақтарға жауап береді. Мысал келтіретін болсақ, балама, қолыма. Ға, ке деген қосымша жалғаулар бар, Мысалы, қалаға, не болмаса, базарға деген сияқты. Ға, ке. Табыс септігі. Кімді, нені, баламды, қолымды. Бұл жерде әрбір сөздің сұрағына, яғни байланысты табамыз септігі. Сұрақ қою арқылы. Мысалы, баламды, кімді, нені, табыс септігіне жатып тұр. Жат септіктің сұрағы кімде, неде, мысалы, баламда, қолымда. Шығыс септіктің сұрағы кімнен, неден, баламнан, қолымнан. Көмекте септігі кіммен, немен, баламмен, қолыммен. Осы сұрақтар және де мысалдар келтірдік. Және де мына жерде атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмекте септіктеріне мысалдар келтірілген. Гүл деген сөзде. Гүл жердің көркі. Бұл жерде гүл деген сөз ол атау септік болып тұр. Не деген сұраққа ғана жауап беріп тұр. Кешке гүлдің иісі аңқып кетеді. Дың, тың деген бұл ілік септігінің жалғауы дедік, Демек, бұл жерде гүлдің деген сөз ілік септігі болып тұр. Келесі, гүлге күттім керек. Кеге деген ол бар септігінікі, Гүлге деген бұл бар септігіне жатып тұр. Біз есіктің алдына гүлді отырғыздық. Бұл жерде гүлді дегенде табыс септігі. Қазір мен сіздерге сызып көрсететін боламын. Табыс септігі екенін біліп тұрмыз. Өйткені сұрақтарына қараймыз. Бұл жерде баса назар аударуымыз керек. Қазір түсін өзгертіп алайын. Мүмкін сары болсын. Гүлді. Бұл жерде біз көрсеттік қой жаңа. Гүлді. Яғни табыс септік. Нені? Келесі мысал. Гүлді уақытында суармасаң қурап қалады. Гүлді. Бұл шығыс септік. Жат септік. Келесі гүлден неше түрлі дестен дайындауға болады. Гүлден. Дан, ден, тан, тен бұл шығыс септік дедік. Ал гүлдермен деген мысал ол көмектес септігіне мысал келтіріліп тұр. Жалпы септіктер жалғаулары
яғни түбірге жалғану арқылы сөз таптарының қызметін атқарады. Мысалы, зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік. Мына жерде мысалдар келтіріп тұр. Гүл, көк, үш, сен, келген деген осы 5 сөз табына мысал келтіріп тұр. Гүл ол кім не деген сұраққа жауап береді. Зат есім ілік септігінде тұр. Сын есім көк, сан есім үш, есімдік сен деген мысалдарға, және етістік келген, келу деген әрекет мысалдарға мына жерде жалғаулар, септіктердің жалғауларын жалғау арқылы практика, яғни тәжірибе жасай аламыз. Мысалы, мына жерге мысал келтіріп өтейін. Кез келген бір сөз алайықшы. Ауыл болсын. Ауыл, мына жерге қайтып кетті. Ауыл бұл атау септігі. Келесі, ауылдың. Ауылдың, дың, дың, тың, тың деген ол ілік септігін жалғауы деп айттық қой. Келесі, бар септігіне мысал келтірсек, ауылға. Қайда? Ауылға. Бұл бар септігіне жатып тұр, Мұнда сыймайды екен. Демек, мұнда жазып көрейік. Ауылға деп тұр. Келесі, ауылды. Ауылды. Нені? Ауылды. Бар септігінен кейінгі бізде табыс септігі. Келесі, ауыл, ауылда. Бұл жат септігі. Табысты айттық, енді жат септігі. Көбіне балалар табыс пен жатысты шатастырып отыр. Аттар да ұқсас, және жалғанатын жалғаулар да ұқсас. Яғни бұл жерде сұрағы табыс септігінде кімді, нені, ал жатыста кімде, неде. Және шығыстан келтіретін болсақ, ауылдан. Келесі, ауыл мен. Мына жерде шығыс болып тұр, мына жерде көмектес болып тұр. Жалпы мен осы мысалдарды келтірдім. Кешірім өтінемін. Жалпы осы мысалдарды келтірдім. Өздеріңізде практика жүзінде жүргізсеңіздер болады. Жалпы жаттау кезінде мен сіздерге лайфхак үйретейін. Атау септігінің сұрақтарын, осы септіктердің жалпы сұрақтарын қалай жаттау керек деген. Атау кім не? Кім не екен атап тұр. Ол оңай жаттау. Ешқандай жалғау жоқ. Ілік кімнің ненің? Яғни іліп алу. Киім іліп алу деген сияқты. Ілгішке кімнің киімін ілдің деген сияқты келтірсек болады. Сөйлем арқылы жаттауға оңай болады. Кімнің киімін ілдің, яғни ілгішке біреудің киімін, кімнің ненің ілу. Осыны жаттап алу керек. Ассоциация ретінде барыс. Кімге, неге? Міне, кімге бардың, неге бардың? Яғни бару деген сөзмен құрап алсақ болады. Барыс. Кімге, неге бару? Табыс. Кімді, нені табыстадың? Келесі, жатыс. Кімде, неде? Неде жатсың? Төсекте жатырмын деген сияқты. Жатыс. Шығыс. Кімнен, неден? Неден шықтың? Ауылдан шықтым. Кімнен шықтың? Бастықтан шықтым деген сияқты. Көмектес. Кіммен, немен? Кіммен көмектесем? Немен көмектесем? Осындай бір өзіміздің фантазиямыз арқылы кездессек болады, Ілік. Кімнің киімін ілдің? Менің киімімді ілдім. Қайда бардың? Кімге бардың деген сияқты. Осындай ассоциация, сөйлем құрау арқылы жаттасақ, уақытты да тиімді пайдаланамыз, және де жаттауымызға да оңай болады. Жалпы септіктердің сұрақтарын жаттау және де мысал келтіру өте оңай. Тек талдау барысында шатасуға кішкене кедергілер бар. Бірақ практика жүргізу арқылы біз ары қарай шыныға аламыз. Жалпы осы септіктер өте оңай тақырып. Қазақ тілінің негізгі жалғауларының бірінші тобына жатады. Енді жалпы осы септіктер туралы ақпараттар осы.
сау болыңыздар. Бұл сабақ сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта бұдан да сапалы сабақтар жүргізетін боламын. Сау болыңыздар.